Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге хаттама нан жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ұнды алып, үстіне тұз салып, кішкене қант салып, мына жерде менде қаймақ құйып, сумен жақсылап араластырып илеймін. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырды илеп алғасын, оны бір 10-15 минутқа тындырып қойып қоямыз. Енді қамырымыз мінекей дайын болды, оны алып бөлшектерге бөліп аламыз. Қамырларымызды енді оны осылай домалақтап 5-6 бөлікке бөліп, тағы да тындырып қоямыз. Бойын алғанша тындырып аламыз. Енді қамырымызды жақсылап жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырдың үстіне майымызды қыздырып, оны жағып шығамыз. Болғаннан соң тағы да екінші қамырды алып, тағы да жайып, тағы да оның үстінен май жағып, солай қабат-қабат етіп майлап аламыз. Қамырларымызды майлап алғасын, осылайша қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген қамырларды осылайша орап шығамыз. Енді қамырды кішкене тындырып қойсаңыздар болады. Астына ұн жағып, қамырымызды осылай жайып аламыз. Осылайша қамырымызды жайып алғасын, листімізді майлап аламыз. Оның үстіне қамырымызды қойып, жайылған қамырды қойып, бір жұмыртқаны жағып, қамырдың бетіне жағып шықсақ болады. Себебі нанымыз әдемі жылтырап шығады жұмыртқа жаққасын. Бетіне осылайша мак немесе күнжіт сеуіп шығуға болады. Осылайша духовкаға қоямыз. 250 градуста духовкаға қоямыз. Біздің хаттама нанымыз дайын. Осылайша үйде жасап көруге болады.